ертеде ешкі мен ешкінің жеті уағы болыпты. Алтауы қара, біреуі ақ екен. Сосын ешкі орманға кетеді. Аяқтан уақтарына сұта келеді. Сосын қасқыр келеді. Жуан дауыспен айтады уақтарға: «Уақтарым, шырақтарым, аналарың келді, есікті ашыңдар» деп жуан дауыспен айтады. Сосын қасқыр дүкенге барады, бор сатып алады. Бордың бір кесегін жейді. Сосын уақтарға келеді. Сосын жіңішке дауыс болған соң уақтарға айтады: «Уақтарым, шырақтарым, аналарың келді, есікті ашыңдар» деп әндетемін депті. Сосын уақтар аяқтарын көріп қояды. Сосын айтады қасқырға: «Сен біздің анамыз емессің, біздің анамыздың дауысы жіңішке, ал біздің анамыздың аяғы аға, сенің аяғың қара» депті. Сосын қасқыр наубайшыға барып ұн сатып алады, ұнды аяғына себеді. Сосын уақтарға келеді, уақтар аяғын көріп қояды. Сосын ешкі келеді. Ешкі үйге келіп, есікті итеріп қалса, есік ашық тұр екен. Сосын бір уақ қана қалып қалады. Сағаттың артында тығылып қалады. Сосын бір уағы ешкіге жүгіріп барып шығады. Сосын уақ ешкіге айтып береді соның бәрін. Сосын ешкі уағын орманға етіп барады. Көлеңкедегі жатқан қасқырды көріп қояды да ешкі мүйізімен қарнын жарып жібереді. Сосын 6 уақ аман-есен болып шығады. Сосын тастарды толтырады да ішін тігіп тастайды. Сосын су ішейін десе қасқыр, құдыққа барып су ішейін десе тастар төмен тартып, қасқыр суға құлап қалады.